Махаббат, сен 2012-де шықтың ғой, Сарыгүлден. Сөзі нешедесің сен? 30-дамын ғой. 30-дасың, е? Енді бар ғой, сен 30-дасың, е? 30-да. Жыл өтіп кетті. Мына махаббат деген бар ғой, мен қазір осы айтып тастағым келіп тұр. Мына жұмаға шығатын кезде игілік мақсатты белгілеп қоямын, тиматсыз. Студиямыз болған біздің. Сол студияға шақырдым махаббатты. Фотосессияға келдім да, жаңа журналға шығып жатыр, календарға шығып жатыр, сол игілікке. Деген мынауын ғой енді. Ой, 12-ші. Сода махаббат деген ай күттірді. Ол кезде сенің каналың СТВ болып тұрған. СТВ-ның жұлдызы, диктор, аша махаббат. Ой, махаббат кім танымайды? Жұлдыз ғой, жұлдыз. Біз енді ол кезде әлі жұлдыз емеспіз, сәл жұлдыз болып келе жатқанбыз, журналдың главный редактор. Соны жаңа махаббатты айтам ғой. Кел ана студияға. Визажист бар. Ол кезде Қасым дегенбіз деді ғой. Мақсат, мен бәріміз қосып жатырмыз. Әр кезде бұл кешігіп бүйтіп келді. Қасында көмекшісі, сіңлісі. Киімдерін бүйтіп көтеріп алған. Фигура деген мынау. Кімсің махаббат, звезда. Тура осы кез ғой мына. Бірінші кездесуіміз қатты есіңізде қалыпты ғой. Содан бар ғой махаббат кетеді ғой. Ана қыз бояп жатыр, талшын бар ғой, кәдімгідей ол да бір тәп-тәуір күшті визажист. Сіз мені былай бояңыз дейді. Анау айтады, мен сізді былай бояп жатырмын ғой, мен ведущийларды бояймын ғой. Жоқ, сіз былай бояңыз. Ой, жүректі қалып қалған махаббатқа айтып тастайсыз. Тура мынау махаббат қой, мынау Сарыдағы. 2012 жыл мен студияма келіп бар ғой, әбден қанын ішкен сіздің ғой. Жаман звезда еді ол кезде бар ғой. Махаббат. Бүкіл жігіт қашық еді ғой. Сонда да менен қашып кетпепсіз ғой, әлі жүрміз бірге. Жоқ, неге қашады сен? Сонда бар ғой, мына қызға ше сұмдық қашық еді ғой. Менің журналынан көргеннен кейін талай адам маған айтты ғой. Бір бизнесмендер журналдан көрген. Мына қызды маған тауып, жолықтыңыз дейді. Оның күйеуі бар ғой, жолықпайды ғой дейді. Мен жолығуым керек деген ғой. Сен жаман көп жігіттердің арманы ғой. Махаббат, махаббат. Сенің қандай болғаныңды әпшең біледі. Сұмдық жігіттердің басын айландырып жындық болғанын ғой.